Бәріне сәлем. Бүгін банан қосқан шоколадты пирог жасап көреміз. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қажетті заттар: 3 жұмыртқа, қант, сұйық май, сары май, сүт, су және құрғақ ингредиенттер, ұн, какао, разрыхлитель керек болады. Ең бірінші жұмыртқаны 10 минуттай миксерлеп аламыз. Одан кейін сұйық ингредиенттердің барлығын қосамыз, судан басқасын. Суды ең соңында қосамыз. Миксерлеп болғаннан кейін құрғақ ингредиенттерді салған кезде қасықпен араластырған дұрыс. Осылай қасықпен араластырсаңыз, тестаңыз түсіп кетпейді. Ең соңында разрыхлитель және де кипятокты құямыз. Форманы сары маймен майлап, бананды 3-4 бөлікке осылай бөліп шықтым. Және де өзіміздің сұйық тестамызды құйып, 40-45 минут көлемінде 180 градуста пісірдім. Ол пештеріңізге байланысты. Сәнде өз еркілеріңізде. Мен шоколад құйдым. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.